Сәлем менің YouTube каналымның көрермендері. Бүгін мен сіздерге өте күшті лайфхакпен бөлісетін боламын. Кез келген асыңыз дәмді ерекше болсын десеңіз, етіңізді осылай маринадтап қойсаңыздар болады. Ол үшін бізге осындай етті аламыз да, менде тайдың еті, жылқының еті, соны осылай турап аламын жақсылап. Одан кейін қазір қоспаларды қосып маринадтап қоятын боламыз. Негізі еттің пайдасы өте көп. Еттің құрамында өте көп белок болады. Ет белоктан тұрады. Одан соң ода темір, фосфор және цинк болады екен, және В витамині өте көп кездеседі. Сол себептен де етті біз пайдаланғанымыз жөн. Ал етіңіз дәмді болсын десеңіз, дәл осындай маринадтап күнделікті асқа қолдансаңыздар болады. Мен осылай жасап қоямын да табаққа, осы шетінен алып тамақ жасай беремін. Или бөліп мешокқа салып, морозилкаға салып қоямын. Әсіресе плов жасаған кезде, картошка қуырған кезде, сондай кезде пайдаланамын. Өте күшті, дәмді болып шығады. Ана қазының ішіндегі қазының еті сияқты болады да, өте күшті болып шығады. Міндетті түрде ас дайындап көріңіздер. Ол үшін осындай чеснокты алып саламыз, тұзды саламыз. Осындай түйір қара бұрышты салып жібереміз, және лавр жапырағын, лавровый лист салып осылай араластырып қоямыз. Және аздап қызыл бұрыш сеуіп жібердім. Жақсылап араластырамыз да, бетін пищевой пленкамен жауып, бір күнге қойып қоямыз. Мен холодильникке салып қойдым сразу. Бір күнде осындай несін барлығы сіңіп күшті болып, дәмі күшті болып шығады. Уже бөліп пленкаларға бөліп морозилкаға салып қойсаңыз болады. Шетіне мен осылай тамақ жасап, күнделікті тамаққа қолдана беремін. Өте дәмді болып шығады, достар. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, және менің каналыма подписаться етуді ұмытпаңыз.